көктемнің жайма шуақ күндерімен таласа келген халықаралық әйелдер мейрамының жылдың дәл осы мерзімімен тұспа-тұс келуінің өзіндік себептері де бар. Жер ананың қыстай жамылған құрсауы сөгіліп, бар әлем жаңаша тірлік кешсе, алтын құрсақты аналарымыз да жаңа өмірдің дүниеге есігін ашуына ұйытқы болмақ. Жұмақтың кілті табандарының астына түскен асыл жандар, бір қолымен баласы бөленген бесігін, екіншісімен күллі әлемді тербетіп, төңірегіне тыныштық атаулыны ұйытқып отыратыны жасырын емес. Оларға барлық мадақтауларда аздық етері сөзсіз. Ана болу асыл қасиет, абыройлы парыз. Сәбиінің ыстығы сәл көтерілсе де селк еткен, жүрек дүрсілдері жиілеп, жанын қоярға жер таппайтын шешелеріміздің перзентіне деген пәк көңілі мен кіршіксіз махаббатынан асып түсер дүние кемде кем. Болмыс бітімдері мен дүние жаратылысына ерекше көрік сыйлайтын нәзік жандылар қауымының бұл мерекесі олардың құрметін еселеп, қадірін арта түспек. Елбасымыз бір сөзінде әйелдер ұлыстың ұйытқысы, ұлттың ұяты, берекесінің бесігі. Еліміздің мерейлі мемлекетке айналуы әр үйдегі тату тәтті тірлікке байланысты. Ал отбасындағы тыныштық пен бірліктің жаршысы әрине әйелдер деп баса айтқан болатын. Біздің халқымыз ананы, әйелді әр уақытта құрметтеп, жоғары дәрежеде санап өткен халықпыз. Батыр аналарымыз елбасына күн түскенде қолына қару алып, отанын қорғаған ерлермен бірге. Ел үшін ер азаматтармен бірге жауға шапқан, әйел үйдің қызығы, қазығы деп әйелін құрметтеген халықпыз. Қыз өссе, елдің көркі деп қызын құрметтеген халықпыз. Ұлы далада ықылым заманнан келе жатқан игі дәстүр қазір де жалғасуда. Біз қасиетті тәуелсіздігіміздің 3-ші мүшеліне аяқ бастық. Осы жылдарда мемлекеттігіміз нығайып, аяғына нық тұруына әйелдердің қосқан үлесі ерекше. Ұлт көшбасшының көрегендігінің арқасында мемлекет тынысына гендерлік саясат ұғымы енгізіліп, әйелдер теңдігі тақырыбының түйіні толықтай шешілді. Олардың жеке кәсіппен айналысуына, бизнес ашуларына көптеген мүмкіндіктер жасалды. Нәтижесіне тірлігіміз құтты, бірлігіміз мықты болып, татулықтың алты бақанында тербелудеміз. Айдында ауданымыздың даму сатысына назар аударсақ, әр баспалдағына әйел қауымның қолтаңбасы тұр. Сіздер түрлі салада ерлермен қатар еңбек етіп, аянбай тер төктіңіздер. Шәкірт тәрбиелеу, медицина, ауыл шаруашылығы, тәртіп сақтау органдарында, жеке кәсіп пен мемлекеттік қызметте, тіпті әскери салада қалтықсыз қызмет етіп жүрген нәзік жандылар жетерлік. Ұлт болашағын тәрбиелеуде елеулі орын алатын аналарымыздың төл мерекесі төрдегі орындарыңызды айқындап тұрғандай. Құрметті алтын құрсақты аналар, ақ жаулықты әжелер, аяулы қарындастар мен қыздар, айналаға жаңа сипат сыйлайтын көктем мезгілінің алғашқы күндерімен қатар келген мейрамдарыңыз құтты болсын. Халықаралық әйелдер күні нәзіктіктің, сұлулықтың, әсемдіктің қайталанбас мейрамы. Бұл күні алақаны айлы аналарға, ардақты жұбайларға, қыздарымыз бен құрдастарымызға, әпке қарындастарға, баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздер ошақтың отын маздатып, отбасының берекесін кіргізе жүріп, қоғамның барлық салаларында жемісті еңбек етіп жүрсіздер. Экономика мен бизнесте, білім менен денсаулық сақтауда, мәдениет пен спортта зор жетістіктерге жеттіңіздер. Күнделік тыныс еңбектеріңіз, белсенді өмірлік ұстанымдарыңыз, іскерлік іздеріңіз аудан жетістіктерінде, оның даму жолдарында сайрап жатыр. Осынау көктем мерекесі жүректеріңізді көктем жылылығы мен гүлдердің хош иісіне толтырып, сіздерге қуаныш пен бақыт сыйласын. Көңіл түкпіріндегі таудай тілек, асқақ армандарыңыз орындалсын. Сіздерге мықты денсаулық, көтеріңкі көңіл, шынайы махаббат, отбасылық бақыт тілеймін. Әлемді күннің шуағы нұрландырса, саналы өмірді ананың
мейірімі мен ыстығы ықыласы көріктендіреді. Қазақ халқы қашанда әйел ананы бір тұтқан. Сондықтан да болар біз тегімізді атадан алып, тілегімізді анадан тартқан ұрпақпыз. Халқымыз әйел барша тілектің бастауы, көркемдік пен жылулықтың көзі, шуақ пен мейірімнің әлемі, өмірдің сәні деп қасиет тұтқан. Оған өмірдің өрінен де, көңілдің төрінен де орын беріп, ардақтап, аялаған. Аналарды әрбір шаңырақтың алтын діңгегі деп санаған. Ендеше өз шаңырағының иесі де, киесі де бола білген алакөлдік ақ жаулықты аналар, құрметті келіндерім мен қыздарым, сіздерді 8 наурыз мерекесімен аудандық аналар кеңесінің атынан шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Шаңырақтарыңыздың оты лаулап, түтіндеріңіздің түзу шығуына тілектеспін. Бақытты болыңыздар. Дорогие, милые, замечательные женщины нашего Лакульского района, я очень рад поздравить вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. Разрешите мне от имени этнокультурного центра славянской культуры поздравить вас и пожелать вам всем успехов в работе, в труде, в семейной жизни, благополучия, свершения ваших желаний и мечты. С праздником, дорогие милые женщины! Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за ваши яркие солнечные улыбки. Спасибо вам за то, что вы рядом с нами. Удачи вам, здоровья, благополучия, счастья! Аналардың рөлі барлық жерде жоғары. Мына еңбекте де, кәсіпкерліктерде менде айланысып жатқан көп аналар, жоғарғы органдарда істеп жатқан аналар. Бұрын біз осы еңбекпенен, мен ана болсам да, ер адаммен бірге бірде еңбек етіп, осы Алакөл ауданы, тіпті Талдықорған облысы бойынша бірінші орында жүрдік аналардың рөлі. Оны менің сол еткен еңбегімді үкімет бағалап, мынау сен әйел адамсың деген жоқ. Барлық жерде құрмет көрсетіп, мысалы, одаққа депутат қып сайлады, облыстық пленум мүшесі болдым бірнеше жыл, облыстық ол кезде совет дейміз, депутат болдым бірнеше жыл. Сол аналарды сыйлағанның арқасында осы жоғарғы орындарда жүрдім ылғи. Әлем халқы тойлайтын мына әйелдердің халықаралық 8 наурыз мейрамы келе жатыр. Әйел аналардың бәрін осы көктем мерекесіменен құттықтаймын. Дендері сау болсын, бастарында бақыт болсын, құшақтарынан балалары кетпесін, езулерінен күлкі кетпесін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын бәрінен. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, бәрі болады. Мына өсіп келе жатқан жақсы өскен азаматтарымыз аман болсын. Мен жатсам, тұрсам тілейтінім осы халқымның, елімнің, азаматтардың тілеуі. Осы азаматтар аман болса, біз қыз-келіншектер аманбыз екен. Барлықтарына осы жақсылық тілеймін. Дорогие женщины, наступает день, когда мы с особой теплотой чествуем тех, кому сегодня самой природа дано даровать нам жизнь и счастье, наших матерей, жен, сестер, любимых. Разрешите мне от имени командования всего личного состава воинской части, от себя лично, от всей души поздравить вас, дорогие женщины, с весенним праздником 8 марта. Во все времена вы, женщины, несете нам заряд бодрости, духа, выдержки, целеустремленности, помогаете преодолевать все трудности и невзгоды. Эти прекрасные качества вам удается не растрачивать никогда, ни в будни, ни в праздники, ни на работе, ни дома. Поэтому мы сегодня, в день весеннего праздника, 8 марта, говорим вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы любите нас и дарите нам счастье и радость. Низкий вам поклон. Сейчас, когда мы строим цивилизованное демократическое государство, роль женщин невозможно недооценить. Именно в вас заложены неоценимые лучшие из человеческих качеств: трудолюбие, материнская преданность, умение хранить тепло семейного очага, его нравственные устои, а значит укреплять стабильность и благополучие всего общества. Ведь нет для женщины высшего блага, чем жить в мире и согласии, спокойствии и достатке, видеть чистое небо над головой, слышать радостный смех своих детей. Наступает весна, и в этот праздничный по-весеннему светлый и радостный день еще раз примите самые искренние поздравления и пожелания семейного благополучия, доброго здоровья, успехов в службе и на работе, мира и света вашему дому, достойного будущего вашим детям. Оставайтесь такими же обязательными, женственными и прекрасными. Счастья и любви вам, дорогие женщины!
Құрметті Алакөл ауданының ақ жаулықты әжелері мен алтын құрсақтанылары. Сіздерді әр науқасқа шипалы қолымен шуақ сыйлайтын ақ халатты абзал жандардың атынан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Елбасының сарабдал саясатының арқасында қабылданған денсаулық бағдарламасы аясында ана мен бала денсаулығының ерекше көңіл бөлінуде. Мемлекет болашағына тәрбиелеп отырған сіздердің еңбектеріңіз ерен, құрметтеріңіз орасан зор. Сондықтан да ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеп, дені сау ұрпақтарымыз көбейе берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Hürmetli yaktaşlar, doğanlar, kaderli anne abiler, apa ajeler, hanımlar, kızlar, çın könülden sizni bugünkü bayram bilen tebrik etem. Uşu quvonchli kunda barigizga, balalarımızga salomatlik, aq baxit inishi to'lib oqsin. Qozoq elimizga tatulıq, buyuk vatanımızga tinchlik tilayman. Sağ selamet bo'ling'iz, mal yurt aman bo'lsin. Mehrimli anasın, bärimizge panasın. Barcha Қазақстандық әйелдерді көктем тол мерекесі әйелдер күнімен шын жүрегіммен құттықтаймын. Аналарымызға, апа, қарындастарымызға Алла Тағала тек денсаулық, бақыт және әрине махаббат берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жылы шырайлы көктем айының 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен барша қыз-келіншектерді құттықтаймын. Өзім көп балалы алтын алқа иегерімін. 7 бала тәрбиелеп өсірген. 7 баламнан 16 немерем бар. Бәрін оқытып, қазіргі салада әр салада қызмет жасайды. Мына елбасымыздың саясатының арқасында осындай бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз. Ауданымыздың көркейіп жатқанына шын жүректен алғыс айтамын. Жұмыстарына жеміс тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін. Мереке қарсаңында барлықтарыңызға аналық, әжелік, бақыт тілеймін. Отбасыларыңа амандық тілеймін. 7 құрсақ көтерген әже ана ретінде сіздерге ақ батамды беремін. Ақ Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, жорытқанда жолдарың болсын, қыдырата жолдастарың болсын. Пейілдерің кең болсын, босағаларыңыз тең болсын, үйіңізден ат кетпесін, аузыңыздан ас кетпесін, Алла кетпес байлық, қайтпас ырыс берсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Амин.